Сәлем тоқман жақсы көретін ханымдар, бүгін сіздермен пуффифайн жібінен жгут узорын көрсетпекшімін. Ол үшін мен образецке 10 петля аламын. 10 петляның біріншісі менде кромочный, лицевой тоқлады. Одан кейін 3 петля изнаночный, екеу, үшеу. Келесі 2 петлямды мен бірінің үстіне бірін қойып, былай бірінің үстіне бірін қойып, бірінші артқы жағынан қарап тұрған петляны тоқимын, кейін алдындағы петляны тоқимын, үстінде тұрған, қиғашынан тұрған петляны тоқимын. Енді 3 изнаночный петля, 3 теріс тоқитын петля, екеу, үшеу. Соңғы петля менде кромочный. Келесі қатар ес өзгеріссіз, тек қана оңынан тоқылып шығады бір қатар. Бұл узор менде әр үшінші қатарда 2 петля бір-біріне беттесіп, бұлай узор шығады, жгуты шығарап тұрады. Екінші қатарда бір қатар только оңынан ғана тоқимыз, только лицевой тоқимыз. Болмаса, ортасындағы жаңағы 3-3-тен алған петляларымызды теріс тоқып шықсаңыздар да болады. Мен платочная вязка қылайын деп тұрмын екі жанын. Енді 3-ші қатарда 3 петля теріс. Біреу, екеу, үшеу. Енді жаңағы беттестірген 2 петлямызды тағы дәл бірінші қатарда қалайдай бұрдық. Мысалға, мен сол жаққа қаратай бірінші петляны екінші петляның үстінен қойып тоқимын. Егер бастапқы кезде сіздер керісінше бірінші петляның астына екінші петляның үстіне қойып, мынандай қылып переворот жасайтын болсаңыздар, бұйым басталғаннан аяғына дейін тек қана осылай ғана айналдырып отырыңыздар. Сонда әдемі көрінеді. Мен бірінші петляны тоқитын, екінші петляның үстінен беттестіріп тоқимын. Өздеріңізге қалай ыңғайлы, қалай әдемі көрінеді, солай тоқсаңыздар болады. 3 петля изнаночный және 1 петля менде кромочный. Келесі қатар тек қана оң тоқып шығамыз. Қатардың соңына дейін. Бұл менде 10 петля образец ретінде, сіздерде өздеріңіздің бұйымдарыңыздың петлясына сай соңына дейін тоқып шығасыздар. Бір қатар узорды перекрещиваниемен тоқсақ, екінші қатар тек қана лицевой тоқимыз. Енді узорды перекрещиваниеға келеміз. Бастапқы 3 петля менде изнаночный, теріс тоқылады. Біреу, екеу, үшеу. Тағы да ортадағы 2, міне көрдіңіздер ма, уже жгут әдемі шығып жатыр. Енді 2 петляны бір-біріне перекрещивать етіп тоқимын, бір-бірінің үстіне қойып. Қатар соңына дейін осылай тоқимыз. 3 петля изнаночный, 1 лицевой. Келесі қатар тек қана оң тоқып шығамыз. Қыздар, жгуты узоры осылай шығады. Плетенка узорын тоқимыз. Плетенка узоры ең көп таралған узорлардың бірі. Ол узормен неше түрлі плеттер тоқуға болады. Үлкен размерде де, кіші размерде де плеттер тоқуға болады. Ол үшін менде образецте 10 петля. Енді бірінші қатарда петляларды бір-біріне перекрещиваниемен тоқимыз. Қатардың соңына дейін бір бағытта ғана перекрещивание жасау керек. Мен өзіме ыңғайлы осылай бастаймын. Бірінші петляны екінші петляның үстіне қоямын. Екінші петляны бірінші тоқимын. Бірінші петляны одан кейін тоқимын. Осылай. Және бұл плетенкада жұпсандар болу керек, екіге бөлінетін. Міне, қатардың соңына дейін
осылай бір-бірінің үстіне қойып тоқимыз. Екі петля, бірінші петляны екінші петляның үстіне қоямыз. Бірінші астындағы петляны, кейін үстіндегі петляны тоқимыз. Бірінші қатарда түсініксіздеу болады узор. Кейін екінші, үшінші қатар тоқығанда бәрі түсінікті болады. Бірінші қатарды осылай тоқимыз. Екінші қатарда мына бірінші петляны тоқымаймыз. Келесі екі петляны бір-бірінің үстіне керісінше бағытта қоямыз. Бірінші қатарда былай қойсақ, ендігі қатарда керісінше петляны былай қоямыз. Одан кейінгі петляларды да дәл сол бағытта ғана бір-бірінің үстіне қойып тоқып шығамыз. Бірінші қатарға тура бірінші қатардағыда емес, керісінше тоқимыз бұл жерде. Соңғы петляны оң тоқимыз. Енді үшінші қатарда дәл бірінші қатар сияқты бірінші петляны екінші петляның үстіне қойып, бірінші астындағы петляны, одан кейін үстіндегі петляны тоқимыз. Келесі петлялар. Бірінші петляны, міне тоқуға жақын тұрған екі петляны бір-бірінің үстіне қоямыз бетіп. Келесі екі петляны да дәл солай тоқимыз. Бір қатар бойы бір бағытта ғана петляларыңызды қойып шығасыздар. Екінші қатарда бірінші петляны тоқымаймыз. Мына бірінші петляны тоқымаймыз. Кейінгі петляларды бір-біріне айқастырып, керісінше бағытта, только бірінші қатардағыда емес, керісінше бағытта тоқып шығамыз. Осылай екі қатардан ғана тұрады бұл плетенка узоры. Егер видео ұнаған болса, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Осындай плетенка узоры пайда болады. Бірінші қатарда көрдіңіздер ме, барлығы бір бағытта ғана, керісінше. Үшінші қатарда дәл бірінші қатардағы сияқты уклон солға қаратай. Екінші қатарда керісінше оңға қаратай. Осылай қарапайым әдіспен әртүрлі узорлар ойлап табуға болады. Бүгінгі сабағымызда жгут пен плетенка болды, қыздар. Келесі сабақта бұйыртса жүрек узорының мастер-классын түсіретін боламын.